Номер 47 орта мектептің 6 А сынып оқушысы Бейсен Хадиша. Ахмет Байтұрсынұлының шығармаларының бірі «Малшы мен маса». Бір малшы көлеңкеге келіп жатып, қасқырдан иттеріне сеніп жатып, үстінде көк шалғынның самал жерде, тұрайып қалды сабаз ұйықтап қатып. Келеді қара жуан шығайын деп, қапысын ұйықтағанда табайын деп. Малшыны сол уақытта маса шақты, оятып, бұл пәледен қағайын деп. Ұйқысын малшы онда ашпай тұрып, өлтірді, шағып тұрған масаны ұрып. Көтеріп жерден басын біраздан соң, қарады, жан жағына мойнын бұрып. Жуанды көрген шақта малшы өкінді, достығын, сармасанын сондағып. Сөзімні сөкпеңіздер шолақтығын, демендер сөз жазуға олақтығым. Жуанды малшы көріп болғаннан соң, келмеді бір-біріне жолатқығым. Мысалы қазақ, малшы ұйықтап жатқанда, жуанды пәле делік аңдып баққан. Пәленің түрін көргенмен сармаса, халық оянсын деп сөзбен шаққан. Ойлаймын, осы сөзде жетеді деп, қатты айтсам, сөзім батып кетеді деп. Ұйқысы ашылмаған жұрт өзімді, қорқамын, сармасадай етеді деп.